Бүгін біз ағылшын тілінен сөз қорымызды көбейтетін боламыз. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Жалпы етістіктерді көп оқығандар, етістіктер көптеп қолданады, зат есімдерге қарағанда, сондықтан ең бірінші етістіктерді үйренгеніміз дұрыс. Достар, сендермен Berry Pix. Бүгін мен ағылшын тілінен келіп түскен сөздіктерді көрсететін боламын. Дайын болсаңдар, бастаймын. Бірінші келіп түскен сөзіміз ол read, қыстау, күйдіру деген мағынада қолданады. Одан кейінгі сөзіміз reel, айналу деген мағынада қолданады. Айналу, дөңгеру деген мағынада. Одан кейінгі сөзіміз pick, көз тастау, яғни біреуге көз салу деген мағынада қолданады. Одан кейінгі сөзіміз peel, қабық, қабығын аршу деген мағынада қолданады. Яғни өзін жаңағы жемістердің, жидектердің қабығын ашып жеу деген мағынада қолданатын сөз. Одан кейінгі сөзіміз pick, шиқылдау деген мағынада қолданады. Did, әрекет, іс деген мағынада. Dim, ойлау деген мағынада. Deep, терең, тұңғиық деген мағынада қолданады. Leech, сүлік, тек қана бір мағына біледі. Leech, сүлік деген мағынада қолданады. Екінші мағынасы жоқ. Және keep, өткір деген мағынада. Keep, ұстау, сақтау деген мағынада қолданады. Бұның keep'тің өте көп фразалық сөз тіркестері өте көп болғандықтан, бұны көптеп іздесеңіздер болады. Мағыналар өте көп. Одан кейінгі сөзіміз kill. Кеме астындағы бөренелеу, яғни кемені тек қана кемеде қолданады бұл kill деген сөз. Сіз мына сөзбен шатастырып алмаңыз, жазғанда да көргенде де kill бұл өлтіру деген мағынада, өлтіру деген мағынада қолданса, бұл басқаша екі әрпінің қосындысы арқылы жасалған. Яғни қазақ тілінде ені екі рет жазылғанда kill деп аталатын сөз. Одан кейінгі сөзіміз weak, апта деген мағынада, бірақ мағынасы win, ойлау деген мағына бар. Және бұның тағы да осылай айтылатын сөз бар, ол win. Міне бұлай жазылады. Бұл жеңу деген мағынаны білдіреді. Осы сөзбен айтылған кезде шатастырып алмаңыздар. Одан кейінгі whip, жылау деген мағынаны білдіреді. Feed, тамақтану, тамақ беру деген мағынада. Feel, сезіну деген мағынада қолданады. Feed'ті жануарлар да, адамдарға да қолдана береді. Бүгінгі осымен сөзіміз аяқталды. Каналға тіркел, лайк басыңдар. Міндетті түрде күнделікті жаңа сөздер шығып отырады. Сендермен болған Berry Pix, каналға тіркеліңдер.